Енді бұл шынымен сырттай бір кішкене ұнатып, ұялып жүрген жігіттің қадамдары да, білген қалай сөйлесем деп жүрген адамның қадамдары. Енді мына жерде негізінде жай таныстыққа мен енді сенбеймін дегеннің қайсасқаның дегім келеді шырайлымша. Қазір айтып алайын, Өйткені бұл сен айтасың, бірінші сөйлесейік дейсің де жаңа. Енді таныстық деген ол не? Таныстық деген сол танысу, сөйлесу, болмай қалса қою. Таныстық деген сол. Сендер андай таныстық дегенде андай қылып алғансыңдар да, бір ойбай болды қазір жігітім болып кетеді деп. Өйткені өздерің сыртта сөйтіп жүресіңдер да. Таныстық дейсіңдер да, жұп болмай жатып, жұп болып жүресіңдер мысалға ше. Содан кейін өздерің сөйтіп қабылдап алғансыңдар. Бірақ негізі түбіне келген кезде таныстық деген адамдар жай бір-бірін танысып біліп көреді. Одан жоқ деген, или болмаса жарнамаға дейінгі Шерханға сұрақ қойдың ғой сен. Тұрып, сенің жаңағы не ұнайма, кім ұнайма деген провокационный сұрағың. Сол сұраққа байланысты болып тұр ма бәрі? Шерхан сұрақ қойғаннан кейін ойланып қалдың ба? Әйтпесе бүгін әдемі болып дайындалып келген сияқты едің ғой. Шерхан ойын өзгертіп жіберген сияқты деп ойлайсың. Мен сөйтіп ойлап тұрмын. Өйткені Шерханның сөзінен бұрын Бағдәулет қайда мен бүгін күшті дайындалып келіп едім ғой деген сөз бар ғой шырайлымның. Бірақ Шерханның сұрағынан кейін білмеймін мен бұған сенбеймін деген ол қалай деймін да. Біріншіден мен таныстық жайлы айтып жатқан жоқпын. Ұнатып қалдым деп айтып жатыр ғой. Пандалар ұнатса до конца жизни ұнатып қалады. Ұнатып қалдым деген сөзіне айтып жатырмын. Мен ұнатып қалдым деген сөзіне сеніп тұрған жоқпын деп. Біріншіден. Негіз балсы ханым айта кетейінші. Қазір шырайлым аяқтасын сөзін. Екіншіден Шерханға келетін болсақ, не сұрақ қой? Шерхан десе үйсіп қалады бұл қыз. Негіз балсы ханым айта кетейінші. Осы тұрғыда Шерхан деп отыр ғой, Шерхан сөйлесе бола ма? Негізі мен аса бір қиын бір сұрақ қойған жоқпын баласаған. Просто саған не ұнайды дедім. Себебі енді кеше Бағдәулет саған не ұнайды дегенде жауапсыз қалған екен да. И менікі де жауапсыз қала ма, қалмай ма білейін деген мақсатта қойдым да. Енді бірақ Аянның айтқанда мен келіспеймін. Қыз баласы әркіммен бір таныса беруде ол орынсыз деп ойлаймын. Ол жүрек қаламай тұрса ол не үшін танысу керек? Сендер не үшін оны қинап, я деп айт деп сендер неге қинайсыңдар оны? Жоқ, ол жерде ешкімді қинап жатқан жоқ Шерхан. Просто мынандай нәрсе ғой негізінде. Бұл әшейін таныстық. Сен жұп болуға я деп айт, жігітің болып кетсін деп айтып жатқан жоқпыз. Және де аяқта я деп айт дегенге ол өзі я деп айтып кетпейді. Жалпы оған айтып жатырмыз да, бұл жай ғана таныстық қой. Сен таныстық алаңында емессің ба? Мына жерде не үшін отырсың мысалға? Сырттан үміткер келсе де, сол үміткермен де жалпы просто танысып көресіңдер ғой, қандай адам екенін білмесеңдер де, сенбесеңдер де. Дұрыс па? Аян, ол сырттан келетін адамды танымайды ол. Сол кезде бірақ көреді да. Ал енді бұл жерде Багамен қанша уже бір ай болды ма? Бір айдан бері көрісіп, сөйлесіп, былай енді қатысушы ретінде, адам ретінде таниды да, и ол өзінің болашағы ретінде көрмей тұрғанын сразу байқап тұрған. Сен оны қаяқтан білесің? Енді қызды қинап сендер я деп, ол егер оған да ұнап тұрса, өйткені Шерхан да ұнатады ғой бұл. Жоқ, қара, нан қара, Бағдәулет дұрыс айтасың, андай ғой. Шерхан қараш, скрытый манипуляция жасап жатыр Шерхан негізінде. Шерхан негізі бұл жерде, Аян сөзің аузында, Шерхан қазір жасырын түрде шырайлымды қызғанып атқаны көрініп тұр.